Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен блинчик жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Егерде жұмыртқаңыз үлкен болса 3 дана, кішкентай болса 4 дана қоссаңыздар болады. Мендегі үлкен жұмыртқа. Кейіннен қант салып, миксермен жақсылап қант ергенше араластыратын боламыз. Қатты көбік болудың қажеті жоқ, тек қана қант ерісе болды. Араластырып болған соң сүт құямыз. Кейіннен бір араластырып, сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, 2-3-ге бөліп салатын боламыз. Оның үстіне жарты шай қасық разрыхитель қосамыз. Онда електен өткізу міндетті болып табылады. Түйіршіктер қалып қалмас үшін. Және де жақсылап миксермен араластырамыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Осылайша ұнымыздың 3-ші бөлігін саламыз. Бұл массамыз орташа қою болып шығады. Осылай шыққан дұрыс, және де осыдан кейін қайнаған суға, яғни қатты ыстық емес, қайнаған ыстық суға жарты шай қасық ас содасы салып, жұмыртқалы массамызға құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Жылы қайнаған ыстық су құйсаңыздар, блинчиктеріңіз әдемі болып шығатын болады. Жұмыртқалы массамыздың қамыры қатты қою емес, қатты сұйық емес болды. Табамызды қыздырып, қызып тұрған табаға құйып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Оттың асты қатты жай болмау керек, орташадан сәл жоғары қызып тұрған болуы қажет. Осылайша алып, екінші бетін аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Түрлі начинкалармен немесе бөлек беріп балаларға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қайнаған су құйғанымыздың әсерінен қимағымыздың шет-шеті қатпай, жұмсақ болып, өте әдемі шықты. Ас болсын баршаңызға.